жобамен бүгін қоштасады. Кейінірек білетін боламыз. Енді біз эфирімізді бастайық, көрермен. Және де таныстықтары бірнеше күннен бері уақыт жетпей жүрді, шыны керек. Бірақ қарым-қатынастары не болып жатқаны түсініксіз. Себебі студияда бұл жандар бөлек отырады. Бәлкім кездесу жақсы болып жатқан шығар, өздерінен сұрайық. Ринат, Салтанат, келіңіздер. Ринат, өзгеріп кетіпсіз. Өзгеріп кетіпсіз. Мен сақалын алшы деп айтқанға алып келген ғой. Бәсе жарасып, бір жақсарып қалыпсыз. Мен ұмытып бара жатыр екем, кеше ғана құрметті көрермен отбасы күні болған болатын. Барша біздің ұйып отырған керемет жанұялардың барлығын отбасы күнімен құттықтаймыз. Қосылайық бағдарламасының басты мақсаты осы бір бақытты жанұялардың көбеюі, екі жанды қосып бір отбасы шығару. Сондықтан өзіміздің жобамыздан осы жобада қосылған отбасылардың да барлығын осы бір мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Керегелері кең болсын, терезелері тең болсын, берік, сондай бір бақытқа толы, сәбидің күлкісі естілетін шаңырақ болсын дегіміз келеді. Енді бізде бәлкім жанұя болып қалар болашақта деп отырған таныстығымыз Ринат, Салтанат, кездесу болды ма негізі? Негізі болды бауырсақан. Фото-видеоларыңыз бар шығар, әдемілеп түсіріп алып келген шығар. Обязательно. Көреміз бе? Көрейік. Жақсы, көрейін ендеше. Жастаным жалғыздықты. Әдемі, Салтанаттың күлкісіне қарасам кездесу ұнаған сияқты. Жақсы болды ма? Қалай болды? Демалыс күндері шыққансыздар ма? Саламатсыздар бауырсақаным. Әдемі болып тұрсыз. Рахмет. Қазақ елі, ассалаумағалейкум, қатысушылар. Ассалаумағалейкум. Демалыс күні кездескен болатынбыз. Кездесу жақсы өтті. Бұл қыз жайлы өзі бастай берсін. Мен өзім қостап қойдым. Салтанаттың түрінен көрініп тұр. Салтанат, қандай ойдасыз? Мен негізі кездесулер болмады ғой, сосын өзім жаздым. Сіз жаздыңыз? Не деп жаздыңыз? Сен бүгінгі жаз жердің, че там? Кездесек тәсім. Сен бүгіні өзіңіз жаздыңыз. Кездесуге барайық деп. Содан? Андай о бауырсақан. Шықпаймын деген жоқ па? Мен айтсын деп айттың ғой, тұра тұрсың. Суббота күн жаздым, кездесейік деп. Сосын бірнеше жұмыстарым бар, сосын кешкісін босайым деді 5-терде. Мен де жүріп аттым, окей, 5-терде кездесеміз деп не істесем. Сағат 6 болды, әлі звондамайды. Сосын тағы да жаз жердің, че там деп. Қайда жүрсің деп, сосын это, давай қазір енді босап атырын деп сөйтіп шықтық. Ол кісі адресін жіберді, осы жерге келесің. Сосын адресін қарасам, мен үй жағымнан 15 километр жерде екен. Мәссаған. Содан? Сосын, жоқ әдемі жер, осы күшті жер деп айтқаннан кейін, жарайды онда деп таксиге отырып бардым, бірақ та жолда жаңбыр жауып кетті, кептеліс болып кетті, сөйтіп 1,5 сағаттай жүрген шығарым, әйтеуір жеттік сол жерге, сол әдемі жерге отырдық, тәтті әңгіме айттық, мобилограф шақырып алыпты осы жерді, прям деп қалдым. Бір жағынан енді әйтеуір өзіңіз сәл итермелеп жіберсеңіз, іліп алып кетіп тұр, оған да шүкір. Былай итеріп тұрсаң, итерілетін адам екен. Ринат? Бауырсағам,
андай ғой енді біздер енді көп енді қол тимейді суббота демалыстан жұмысымызды бітіріп аламыз ғой. Негізі 5-те деген болатынмын. Бірақ енді уақыттың андай қысқашылығымен ба, сағат 8-де кездесіп. Бірақ бәрібір де өзіңіз шақырмапсыз, иә? Салтанат айтпаса сонда шақырмайын деп едіңіз бе? Түсіне алмадым енді. Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін тағы да не айтады, бірге тыңдаймыз.